Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Кімде пигментация мазалап жүр, бұл видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге жақсы көмектесетін масканы бөлісетін боламын. Бұл маска сіздің пигментацияңызбен күресуде жақсы көмектеседі және бетіңізді бір тонға ағартып береді. Бетіңізді тегістеп, тазартып, керемет нәтижесін береді. Бұл маскадегі заттардың ешқайсысын алмастыруға болмайды ханымдар, яғни осы көрсетілген заттармен ғана жасалу керек. Сондықтан видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет болады мускатный орех. Кез келген супермаркеттерде приправа сатылатын жерде болады. Бұл приправа жөнінде өте кең тарағанымен құрамы жағынан бетке өте жақсы әсер береді. Беттегі пигментациямен күресте жақсы әсер береді және де оны бір тонға ағартып, оның былайша айтқан кезде терінің жағдайын жақсартады, ылғал береді, оны тазартып, бір тонға ағартып, керемет қылып береді және де өлі қабаттарын алып тастауға да жақсы көмектеседі. Бізге бір шай қасық мускатный орех қажет болады. Мен ыдысымда кішкене су бар екен, мән бермеймін, су қоспаймыз. Бір шай қасық мускатный орех және де 2 шай қасық сүт қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ханымдар бал қосамыз. Кімде балға аллергия бар, немесе бетінде куперозасы бар, бұл маска сізге тура келмейді. Таза бал қосуға кеңес беремін, өйткені ол нәтижелігін 2 есе арттырады. Бал қосып жақсылап араластырып алғаннан кейін міндетті түрде аллергияға тест жасаймыз ханымдар, өйткені бұл масканың құрамындағы кейбір зат сізге жақпай қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сақтық шарасын алдын ала жасаймыз. Маскадан кішкене бетке немесе білекке, бойынға немесе шынтақтың бөгелетін тұсына жағып 15-20 минут күтіп бақылаймыз. Қызару, ашу, қышу сезімдер байқалмаса, бұл маска сізге тура келеді. Ал егер байқалса, бұл маска сізге тура келмейді. Тазартылған бетімізге жағып 15-20 минуттай ұстаймыз, сосын жылы сумен жуып, артынан крем жағып қоямыз. Түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Бұл масканы жаққаннан кейін артынан міндетті түрде крем жағып қойыңыздар, және ертеңге шығатын болсаңыздар, SPF крем жағыңыздар. Қыс мезгілі болса да, бізде ультрафиолетті күлгін сәулелердің жиілігі қыста да байқалады. Сондықтан бетті барынша сақтаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп комментарий қалдырып, лайк басып, мені қолдауды ұмытпаңыздар ханымдар.